Техника ғасырында адамды темір жейді. Толстой тегін айтпаптау. Қараңыз, осы жылдың басынан есептесек, 15 мыңға жуық жол көлік апаты болып, салдарынан 1700-ден астам адам көз жұмған. Жақында құқық қорғау органдарының академиясы осынау қорқынышты статистиканы балталаудың амалын ұсынды. Жол қауіпсіздігіне қатысты жаңа ұлттық тұжырымдама жазыпты. Бұл нендей құжат? Тас жолдағы тажалды қалай жеңбек? Толығырақ әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тарқатады. Бұл Алматы көшелеріндегі жан түршігерлік апаттар, алып шаһар тіркелген жол көлік оқиғалары жөнінен еліміздің өзге аймақтарынан оқ бойы алда тұр. Жыл басынан бері мұнда 4000-нан астам жүргізуші жол ережесін бұзған. Жол көлік апаттары салдарынан опат болғандар 130-дан асады. Бұл статистика жергілікті жүргізушілерге тоқтау салар емес. Жалпы республика бойынша осы жылы тас жолдарда 1700-ден астам адамның өмірі қиылған. В среднем экипажем дорожно-патрульной полиции бір түнде әр жол патруль полициясының экипажы 10-15 жол ережесін бұзу фактілерін анықтайды. Негізінен жүргізушілер жылдамдықты арттырады, немесе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кетеді. Ішімдік ішіп ұсталатындар да аз емес. Қазіргі таңда 100 мың тұрғынның 15 жол апаттарының құрбаны болуда. Болашақта жауапты мамандар бұл көрсеткішті 6-ға дейін төмендетуді көздеп отыр. Аварийности в нашей стране был зарегистрирован в 2007 году. 2007 жылы елімізде ең көп жол апаты тіркелді. Жол апатының салдарынан осы жылы 4365 адам бақилық болды. 100 мың тұрғынға шаққанда 28 адам жол көлік оқиғаларында көз жұмған. 365 человек. Жолдағы өлімді азайту мақсатында жол қозғалысы қауіпсіздігінің ұлттық тұжырымдамасы таныстырылды. Құжатты бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдардың академиясы мемлекеттік органдармен және халықаралық ұйымдармен бірлесе отырып әзірледі. Один из элементов этой программы. Бұл бағдарламадағы негізгі бағыттардың бірі жылдамдықты төмендету. Қазіргі таңда республикамыздағы көлік жылдамдығын шектеу межесі жоғары деп айтуға болады. Шетелдік ғалымдар жүргізген зерттеулерге сүйенсек, елді мекендердегі қозғалыс жылдамдығы сағатына 50 шақырымнан аспау керек. Яғни бұл жылдамдық адамның өміріне қауіп төндірмейді. Академия мамандарының айтуынша құжатты әзірлеу кезінде Швецияның тәжірибесі ескерілген. Айта кетейік, бұл мемлекетте 100 мың тұрғынның тек 3-еуі ғана жол апатынан көз жұмады. Сондай-ақ бұл көрсеткішті 0-ге дейін төмендетуді көздейтін арнайы жоспар жұмыс істейді. Жолдағы қауіпсіздік әр жүргізушіге қатысты мәселе. Сонымен қатар бұл отбасындағы тәрбиеге, жүргізушілерді даярлайтын орталықтарға, тұрғындардың мәдениетіне тікелей байланысты. Өткен жылы жол көлік апатынан Швецияда 264 адам көз жұмды. Ұлттық тұжырымдама жылдамдықты шектеумен қатар жолдағы өлімді азайтудың тағы бір қатар жолдарын ұсынады. Мәселен, жүргізушілерге қатысты қолданылатын жазаларды күшейту, сондай-ақ елді мекендердегі көші және жол желілерін дамыту. Бұл құжатты еліміздің ішкі істер министрлігінің мамандары да мақұлдап отыр. Қазір тұжырымдаманы жетілдіру жұмыстары әлі жүріп жатыр.